1945 жыл. Елде екінші жер жүзілік ұрыстың ізі суып, жеңістің қызылы көрінген жыл еді. Қыңыр ұрыстың суығынан соң ел тіршілігі оянған жылы, Кегейлідегі Тентек-Жап бойларындағы Әйтеке ауылындағы Әлеуаттин Мақсым Қалила ұлының шаңырағында Өсербай дүнияға келді. Дүнияға келген перзентке ата-ана өсерінен үміт бар деп Өсербай ісмін қояды. Өсербайдың әкесі Әлеуаттин Мақсым Қалила ұлы Хиуа медресесінде тәлім алған ауылдың улама ақсақалларының бірі еді. Әлеуаттин Мақсым елдегі діни сауаттылықтың әхметі жоқлығынан ауыл қожалығындағы әрқилы жұмысларға басшылық етіп жүрді. Әкесінен көп тәлім алған Өсербай жасынан ақ өзгелерден өзгеше жетісуді аңсап өсті. Ауылдың әпуайы баласының кішкене қалбінен үлкен мақсетлер жетілісіп шықты. Әрқандай инсанның оның өмірінің өзегі шаңырағы есептелінеді. Өсербайға да ұламалар шаңырағынан шыққан. Оның туысқанлары Шәрбай аға, Ұлжан апа, інісі Сыдық бәрі білімлі, оқымыслы, жоғары мағлұматлы инсанлар болып, халықтың, елдің хүрметіне сазавар болған. Шаңырағымның байланысты болған уақытларым менің 59 жылдан бері жақын қатынастамыз. Себебі оның мен үлкен әжапасын тұрмыс құрғанбыз. Әкесі Хиуа медреселерін оқыған ұлама адам еді. Өзінің ауылында әрқилы жағдайлар себеп діни сауаты бар адамдарға жұмыс бермейді. Сондай дәуірлер болды. Сондықтан олар 53 жылы Қожелі районына барып жайласқан. Шаңырағы ахуайы қожалық, сондан кейінгі шаңырақтағы барлық қиыншылықтар Өсербайдың қатынасында өтті. Қожелідегі Свердлов атындағы мектепте оқиды, оны қазақ класында. Сөйтіп оқып жүріп, бұл сол уақытларда бір ученический бригада, мен оқушылар бригадасы деген шөлкемдестерден болып қалып, соған басшылық қылып, сол балаларды ұйымдастырып, өзі бір талапшаң. 1963 жылы Свердлов атындағы мектепті тамамлап, сол жылы Қарақалпақ мемлекеттік педагогикалық институттың бірінші курсына түсті. Студентлік уақытлардан бастап бұның ілімге деген қызығушылығы жүдә артып кетті. Yani сол уақытларда жүдә жақсы ұстазлар оған тәлім қылып басшылық қылды. Мысалы Камал Мәмбетов, Отарбай Сейітов дегеннің басшылығында 3-ші курс уақытында дала практикасы жаңағы ескі Қарақалпақ халқыларын зерттеу бойынша Мойнақ районында 1 айлық экспедицияда жүрді. Бердақтың қазақ қосқыларын,
Әжнияздың таза қосықларын, Күнқожаның таза қосықларын тауып, соларды журналда жариялады. Өсербай 1963 жылы Қожелідегі бұрынғы Свердлов деп аталған орта мектепті біткеріп, Қарақалпақ мемлекеттік педагогикалық институтының тарих-филология факультетінің Қарақалпақ филологиясы бөліміне оқуға кіруге мияссар болды. Жас студент институттағы Қаратау әдеби дөңгелегіне қатынасып, әдебиеттің көп қырлы сырларын үйренді. Республикалық газета һәм журналларда өз қосықларын һәм әдеби критикалық мақалаларын жариялап жүрді. Оның дәслепкі дөретушілік сапары Арал бойларынан басланды. Жас ізленуші Мойнақ районы ауылларында фольклорлық экспедицияда болып, ел арасынан Қарақалпақ классик шайырларына тиесілі әдеби мирасларды жинауға қызықты. Бұл әдеби экспедиция оның өмірінде үлкен із қалдырды. Болашақ алым Бердақтың дөретушілігіне тиесілі бұрын баспасөзде жарияланбаған «Ізлер едім» қосығының жаңа вариантын тауып, Әмудария журналында жариялауға ерісті. Бұл жаңалық бердақтану саласындағы үлкен жетіскенлік болды. Сондай-ақ осы әдеби экспедиция дауымында шайыр Күнқожаның көрінбес атлы қосығының жаңа вариантын табуы, Әжния шайырдың Демішлер қосығының жаңа вариантының оқырманларға ұсынылуы, Қарақалпақ халқының атақлы шайыр ойшылы Омар Сүйірбек ұлының Белдар атлы қосығының бұрын жарияланбаған 9 куплетін информаторлардан жазып алып, журналда жариялап, ilmi айланысқа түсіруі Омар танушы алымлар үшін үлкен сауға болды. Ташкент педагогикалық ілім зерттеу институтының Қарақалпақстан филиалы ашылды. Сол вақытларда жұмаға студент вақытларынан көзінше жақсы көріп қалған екен, сол жұмаға келіп, соған шәкірт болып түсті. 75-83 жылдар ортасында сол жерде аспирантураны бітірді, жұмаға оған кандидатлық тема берді, Бердақ шайырдың педагогикалық көзқараслары деген теманы Жұмағаның басшылығында әсіледі. Қыдырнияз шайыр дөретпелерінің бір қаншасының халық арасынан жазып алынулары да Өсербай Әлеуов тарапынан әмелге асырылды. Педагог студент Қарақалпақ классик көркем сөз шеберлерінің мирасларын жинауға белгілі дәрежеде үлесі қосты. Өсербай Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтын 1967 жылы қанигелігі бойынша терең білім елеу менен тамамлады. Әдебиятқа жаны құмар Өсербай білімін тереңірек арттыру мақсатында 1970 жылы Ташкенттегі педагогика ілім зерттеу институтына педагогика теориясы һәм тарихы қанигелігі бойынша аспирантураға кірді. Өсербай ілімді сырлы дүнияға мегзетті. Ілімнің есігін ашып, бұл жолдан терең ізленіп, батыл ғана жүріп өтті. Жас ізленушінің қиялы әдебиатты, тарихты жаңа жаңалықтар менен байыту еді. Өсербай Әлеуов Қарақалпақстан педагогикасының жолбасшысы, белгілі алым, Өзбекстан һәм Қарақалпақстан Республикасына миннетсінген ілім қайраткері, педагогика ілімдерінің докторы, профессор Жұмек Орынбаевқа шәкіртлікке түсті. Қарақалпақстан педагогикасының ауыр жүгін тартуда, педагогикаға жаңа жолды салуда Жұмек Орынбаевтың минетлері босқа кетпеді. Себебі Жұмек Орынбаевтың Өсербай Әлеуовтай ізденушең шәкірті бар еді. Көбінше Жұмек атамның үйінде біздер болатын едік, жасайтын едік, қоңсы тұратын едік сол жерде. Сол жерге барғанымда бір жас жігіт келетін еді сол жерде. Һәм ол жасайтын еді біздермен сол үйде. Мынау Ажағаң дейтін еді, аты Өсербай дейтін еді оның. Қашан көрсем, жас жігіт Жұмек атам кітапханасына кіріп кететін еді, екеуі сол жерде уақытын өткізетін еді да. Қайда барсақ бақырбам тастайтын еді, кірмең бұл жерде жұмыс істеп жатырмыз деп. Бір күндері енді біздер хамеміз har жаққа тарқасып кеттік. Мен Ташкент қаласында жасап жатыр едім. Өсербайға мен ұшырасып қалдым. Ол Ташкентке келіп, Қари Ниязи атындағы ілім зерттеу педагогика институтында
қасында қанегері кестірген ілми совет ашылған екен, сол жерге ағза болған екен сол күні. Енді менам деді, диссертация жақлағанлардың қатынасаман деді. Сондай мені ағза етіп таңлады деді. Доктор наук болған екен, профессор болған екен. Хам Қарақалпақстанға мене түсінген ілім қайраткері болған екен сол дәуірде. Сонда маған бір қызық уақиғаны айтып берді да. Жұмек атам қайтыс болған уақытында ол кітап жазып отырған, сол кітаптың үстінде қайтыс болып кеткен. Очерки истории школ Қарақалпақстана деген мына кітап. Жұмек Орынбаев деп қойыпты. Қарақалпақстан издательствосында, бірақ Тула деген қалада шыққан екен бұл. Сол жақта баспаханаларына барып, Өсербайға осы кітапты 74 жылы барып әкелгендерін айтып берді маған. Сол уақылары айтып беріп жатыр. 1873 жылы Петроалександровск қаласы шөлкемлестіріліп, сол жерде ашылып, бұл жерде Иванов деген генерал-губернатор келген Түркістандан. Сол адам мектеп ашу керек, ұлыма мектеплер болу керек бұл жерде, болмаса Хамежер діни мектеплер бар деп айтқан екен. 1874 жылы 1 августта Төрткүлде Петр Александровс бұрынғы аты. О жылдары бұл мектептің атын училище деп айтарған екен. Сол уақытта 27 бала қабылданған, 2 мұғалімі болған. Ол мұғалімдердің жоғары оқу мағлұматы жоқ екен. Олар бір тек сол жерде жақсы адамлар болған үшін соларды жерге 2 мұғалім етіп қойған екен да. Сонда қандай қиыншылықтарды көргені бойынша Жұмек атам мына кітабында жазып келе берген. Сонан кейін бұны жинап жүрген бұл біледі екен де, қасында Өсербай Алиев қатынасып жүрген екен. Осыларға жәрдемлесіп. Жұмек атам қайтыс болғаннан кейін бұл кітап шықпайтын дәрежеде болып қалған. Соған Өсербай аға Алиев Хамежерге қатынап, мынау қалай болды десе, шартнама түзілмеген екен де баспаменен. Өсербай аға жан күйдіріп, нағыз шәкірт болған екен де. Бір күндері Қарақалпақ мемлекеттік университетіне келгенімде, сол жерде Өсербай ағаның педагогика кафедрасын басылық екен. Кірсем, кабинетіне үлкен етіп, Жұмек атамның портретін шығарып қойған екен. Сол мынау менің атам деп айтып тұрған екен да, ол хаме кірген адам сұрайды екен, адам кім десе, бұл Жұмек Орынбаев, менің ұстазым, хам атам, хам ұстазым деп қойған екен. Хам мен соны көрген уақытта да тәсірлендім. Өзбекстан білі энциклопедиясына да Жұмек атам туралы мағлұматтар таярлап берген. Ілімге жетелеген тұңғыш ұстазы Жұмек Орынбаевтың іліми басшылығында халқымыздың атақлы шайыр ойшылына бағышланған Бердақтың педагогикалық көз қараслары деген темада зерттеу жұмысын алып барды. Жас зерттеуші Қарақалпақ әдебиеті тарихына тиесілі мирасларды үйрену істерін енді педагогика, философия ілімі менен беккем байланыстылықта алып барды. Тиянақлы әдеби білімге ие алым бұл жерде ұлы шайыр Бердақтың әдеби іліми мирасларын жән жақлама зерттеледі. Кандидатлық диссертациясын 1947 жылы Низами атындағы Ташкент мемлекеттік пединститутының қанегелестірілген іліми кеңесінде табысылы қорғады. Өсербай Алиев 1970 жылдан 1983 жылға шекем Өзбекстан педагогика ілімін зерттеу институтының Қарақалпақстандағы филиалында іліми қызметкер, іліми хаткер лауазымларында істеді. Өсербай ағаның да ұстазы үлкен алым, Қарақалпақстанда тұңғыш педагогика ілімдерінің докторы, профессор Жұмек Орынбаев болған. Егер біз тарихқа назар салатын болсақ, ұлы инсанлар Әлишер Науайының ұстазы Жәмиге болған хүрметін, Бердақ бабамыздың Науайы Физулиден сабақ алғаны, ұстаз көрген, мектеп көрген деген ібратлы сөздердің текарын білдіреді. Өсербай аға Алиевтің дүния алымларының назарына түсуі, Өзбекстандағы ең ірі іліми журналлардың халық тәлімі, ілім һәм жәмиет, мұғалім һәм үздіксіз білімлендіру, Қарақалпақ мемлекеттік университетінің хабаршы журналларының редакология ағзасы болып істеуі, Ташкентте Нөкісте шөркінместірілген ілми дәрежелер беруші ілми кеңестің ағзасы болып қызмет етуі, Өсербай ағаның мен тұңғыш шәкіртімін.
Сол 1994 жылдан берлі hazır 30 жылдай уақыт өткен болса, мен Өсербай ағамен бірге жасадым. Өсербай ағаның шаңырағының бір ағзасы болдым десем қателеспеймін. Біреу үшін ол еш тынбайтұғын, шәкіртлері үшін еш нәрсені аямайтұғын, бір пидайы, ақ көкірек, минеткеш, тек ілімге, білімге берілген инсан болды. Жоғары оқу орында істегеннен кейін іліми жұмыс істейін деп Өсербай ағаның алдына бардым. Өсербай аға мені жүзде жақсы жылы-жылықпен күтіп алды. Сен шифакерсің, денсаулық бас қадірет, денсаулық бас байлық. Соның үшін міне балаларымыздың есі енгеннен бастап, со денсаулығын сақлауға, саламаттығын сақлауға, һәм бекемлеуге үйретуіміз керек, мотивациялауымыз керек. Сен ұстарода іліми жұмыс алып баруың керек деді. Тәлім тәрбие мәселесінде Өсербай аға сондай тарихи, философиялық жақтан бір-біріне жүдә байланыслы, мәнілі, еш бекарлап болмайтығын мағлұматларды келтіреді оны. Соның үшін болса керек, шетел ілімпазлар маған сенің ұстазың сондай терең, сауатлы, ақыллы инсан екен деген сөзлерін бірнеше мәрте естігенмін. 1983 жылы Нөкіс мемлекеттік университетінің педагогика һәм психология кафедрасында үлкен оқытушы қызметіне өтеді. Университет құрамында педагогика һәм бастауыш тәлім методикасы факультетінің ашылуына байланыслы 1989 жылы университеттегі бастауыш тәлім педагогикасы һәм психологиясы кафедрасының дәслепкі шөлкемлестірушісі һәм кафедра бастығы болып тағайындалды. Жүдә бір инсани фазилеттерді өзіне жәмлеген бір хақиқи педагог десем алжаспаймын. Ол әрбір сабақ уақытында өзінің тұрмыс жолын сол сабаққа байланыстырып өтіп студенттерді қызықтыратын еді. Бізде ешбір студент оның сабағына кешіп келген көрмегенмін. Институтты біткергеннен кейін ілім жолына қызығып, Өзбекстан педагогикалық университеті институтының Қарабақстан филиалына кіші іліми қызметкер болып келдім. Іліми стажировка деген болатын еді, соны өтеп 1993 жылы Өзбекстан педагогикалық университеті институтының күндізгі аспирантурасына оқуға кіріп кеттім. Бірақ сондай болса да ұстазбен ешқашан қол үзбедім. Ол ұстаздың біздерге қалдырған мирасы жүдә үлкен, әсіресе оның кітабы Қарақалпақстанда педагогикалық ойлардың рауажлануы һәм қалыптасуы деген үлкен монографиясы, үлкен кітабы 1994 жылы жарық көрді. Ол кітап қолдан қолға тимей, барлық педагогтар өзінің библиотекасында сақлап, соны әзірге шекем соннан жол жору алып отырамыз. Бұл кітаптың ахметі Орта Азияда педагогикалық ойлардың қалыптасуын сол ескі дәуірлерден бастап әзіргі күнге шекем 90 жылға шекемге дәуірді халқымыз балаларды қалай тәрбиелеген, қандай үрпәдетлер болған, қайсы халық баланы жастан қандай этибар берген, білімге қалай қызықтырған ұсуларын сол жерде барлығын жәмлеп айтқан. Қайсы дәуір болмасын, мәселен Қараханилер дәуірі туралы, Әмір Темір уақытындағы 19-шы ғасыр, 20-шы ғасыр, қазіргі күнгі шекемге сол тәрбиялық ойларды жәмлестірген үлкен кітап. Бұл кітапты Қоңсы республикадан сорап келген қанегелеріміз болды. Мен өзім беріп жібергенмін сол кітаптарымды. 1990 жылы университет құрамынан жаңадан Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты ашылғаннан кейін ол қайтадан шөлкілместірілген пединститутта осы кафедраға басшылық жұмысын давам еттірді. Ілімпаз 1992-1995 жыллары пединституттың мектепке шекемге тәрбие һәм музыка факультеті деканы болып істеді. Өсербай Алеуов тек Қарақалпақстан үшін емес, ал ұзақ һәм жақын шет елдердегі ілімпазлар үшін да қызықлы болған орайлық Азия халықлары шайыр ойшыларының әдеби мирасларындағы жәмиетлік философиялық һәм педагогикалық ойларды зертлеген 20-дан астам монография һәм оқу қолданбаларының
300-ден аслам ilmiy мақалалардың авторы. Ол дүния жүзі алымлары өз пікірлерін білдірген халықаралық симпозиумлар менен конференцияларда қатынасып, ilmiy ұсыныстарын айта алды. Орайлық Азия халықтары шайыр ойшыллары дөретпелеріндегі философиялық, тәлім-тәрбиялық ой пікірлерге, теориялық дәстүрлерге, шайырлар мирасының бай тәрбиялық деректер екенлігіне дүния жүзі халықлары алымларының дыққатын қарата білді. Оның Россия педагогикасы энциклопедиясында Қарақалпақстан атлы мақаласының басылып шығуы, Қарақалпақ халқының мәдениеті, халық білімлендіруі, тарихы бойынша дүния зиялыларына мағлұмат беруіменен көзге түсті. Алымның Қарақалпақ халқының ұлы шешен биі, сасық би дөреткен әдеби деректерді Қарақалпақ әдебиеті тарихына енгізуі, Тәуке ханның тапсырмасыменен қазақ, Қарақалпақ халықларына теңдей ортақ 7 жарғыны жаратуға төбе би сипатында басшылық етуі, һәм халқымыздың бай шешенлік өнерін жетілстірудегі қызметлері алым тарапынан айрықша нәтижелі ізетленуге ерісілді. Өсербай Алеуов академик Жұманазар Базарбаевпенен біргелікте Мавереннахр халықлары педагогикасы бағдарлама концепциясын жаратты. Бұл концепция 1992 жыл ғаресіз мәмлекетлер ауқамы көлеміндегі педагог алымлар арасында Москвадағы Мәдениет һәм халық қадыриятлары академиясы және Өзбекстан халық білімлендіру министрлігі тарапынан өткерілген конкурста бірінші орынды жеңіп алып, оқулық қолданба сипатында бүткіл Өзбекстандағы педагогикалық жоғарғы оқу орындарында үйрену үшін енгізілді. O'sarbay Alov bilan aspirantlik davridan tanishmanman. Ikkalamiz u vaqtda aspiranturada bo'lganmiz Toshkentda. U mendan 1 yil oldin aspiranturaga kirgan. Shunda O'zbekiston pedagogik fanlari ilmiy tadqiqot instituti bor, Qorniyaz nomidagi. Shu yerda ikkalamiz birga aspiranturada bo'lganmiz. Shundan buyon u bilan tanishman. O'sarbayning bir yaxshi xususiyatlari shundan iboratki, u haqiqatan ham odamshuanda. Odamlarga nisbatan munosabati juda zo'r. O'sarbay Qoraqalpoqda ko'zga ko'ringan buyuk olim edi va ko'zga ko'ringan buyuk pedagog edi. Ko'zga ko'ringan buyuk shoir edi. 3 ta xususiyati bor uning. Shu xususiyatlar unda juda ham katta yordam berdi. Shu yordam bilan do'stlarning o'rtasida doimo birga bo'lgan. Saytlar ochildi. Ilmiy saytlar. Ilmiy saytda u yerda o'zida ozaydi. Biz uni o'zimiz bu yerdagi saytda doimo hozir sifatda emas, ilmiy opponent sifati juda ko'p qo'yiladi. O'zining shogirdlarini yuborgan, ularni jasha qildirib berdi. Ana ilmiy ish bo'yicha bir necha sayt-katlarni yubordi, ularni himoya qildirdik. Biz yubordik, bizgini himoya qildirdi. Bir nechalarga opponent bo'ldi. Biz u yoqqa borib opponent bo'ldik. Ana shunaqa bordik keldiğimiz juda ham kuchli edi. Uning nomi biz uchun abadiy. Biz uchun juda ham zarur, juda ham abadiy bo'lgan inson edi. O'sarbay Aliyov ustoz bilan 1993-95 yillarda o'tkazilgan Zarovodsay xalqaro simpoziumida dastlab uchrashganman. Domla bizga pedagogika fanlari bo'yicha o'tkazilgan fan olimpiadalariga shogirdlarni olib kelishgan va bizning pedagogika kafedramiz nomlari turlicha bo'lgan Jahon xalqlari pedagogikasi, umumiy pedagogika kafedralari bilan ustoz doimiy ravishda aloqada bo'lgan. Umrining so'nggi daqiqalarigacha pedagogika fanining dolzarb muammolari bo'yicha yana qaysi yo'nalishlarda shogirdlarga ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish masalasida ustozdan juda ham ko'pgina saboqlar olganmiz. Ustozning hayratlantiradigan jihatlari bor edi. Xalqning tarixini, o'tmishini biladigan ensiklopedik olim edilar. Алым Қарақалпақстанның жаңа тарихын жаратуға да белсенді қатынасып, оның авторлығында Қарақалпақ шайырларының әдеби мираслары негізінде 19-шы әсір ақыры, 20-шы әсір басындағы Қарақалпақстандағы жәмиетлік ой пікірлер бөлімі жазылды. Өсербай Алеуов 1995 жылы Низами атындағы Ташкент мемлекеттік педагогикалық институтының докторлық ilmiy дәреже беруші қанегелестірілген кеңесінде академик Саид Шермухамедов басшылығында
ең әйемгі дәуірден 20-ші әсірдің 30-шы жылларына шекемгі аралықтағы Қарақалпақстанда тәлім-тәрбиялық ойлардың қалыптасуы һәм раваждануы деген темадағы оға да үлкен монографиясы тикарында педагогика бойынша докторлық диссертация шақлауға ерісті. Өсербай Алиевтің бұл ілми минеті Орта Азия фольклоры, этнографиясы материаллары тикарында жазылған тұңғыш зертлеу еді. Бұл ілми минетке ілімінің ірі уәкілдері жоғары баха берді. Бұндай дәрежедегі фундаментал ілми минет төретуге орайлық Азия педагог алымлары арасында профессор Өсербай Алиев ғана мияссар болды. Ол ілімпазлар үшін әдебият һәм педагогика тарихын зертлеудің бахалы методологиялық үлгісін жүзеге келтірді. 2002 жыллары Өсербайға мені шақырып алып, тәжірибе балам деді, саған бір тапсырма бар деді. Енді бір сауап істелейік деді. Яқшы ұстаз дедім. Сөйтіп қолыма бір бет ақ қағаз берді, дізім. 40-тай адамның фамилиясы дізім берді. Дізімдегі адамдар деді, Қарақалпақстанда педагогика ілімін зерттеген ілімпаздар деді. Осы ілімпаздардың үйлеріне бар, жұмыс жайына бар, мағлұмат жинайтын деді. Яқшы ұстаз деп, мен өз жұмысын бастап жібердім. Айырмалар арасында қайтысып қалғандар бар екен. Үйлеріне бар, мағлұмат алдым, кітапханаларға бардым, архивлерден алдым, материал жинап, сол жинаған материалым 2007 жылы кітап қалпына келді. Сөйтіп оны баспаханаға ұсындық. Ол кітаптың аты Қарақалпақстанда педагогика ілімінің қалыптасуы раваждануы деген кітап. Әне енді деді, сол сауаптың ісін давам етеміз балам деді. Сол жинаған материалдарымның авторлардың үйінен мына кітаптан әр қайсыдан бір кітаптан үйіне тарап шығасың деді. Болғаннан кейін маған айтты, енді деді, саған тапсырма деді, баяғы айтқандай портфель көтеретін уақытың келді балам деді. 20-шы әсірдің екінші ярымнан 50-ші жылдарынан бастап, осы дәуірге дейін аралықты енді Қарақалпақстан педагогика тарихын зерттейсің деді. Монографиямды 2015 жылы Өсербайға ұсындым, мінекей болдым ұстаз деп. Өсербай яқшы өзім көріп шығаман деді, көріп болды, жақсы жазыпсаң балам деді, енді бұны баспаханаға ұсын деді. Кітаптың аты Қарақалпақстанда 20-шы әсірдің екінші ярымы, 21-ші әсірдің басларында тәлім-тәрбие ой-пікірлердің раваждануы деген кітап. Оны сөйтіп монографияға алып баспадан шығардым. Һәм сол кітап менің докторлық диссертация жұмысын істеуіме себепші болды. 1994-1997 жыллары профессор Өсербай Алиев Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты қасынан Қарақалпақ халқының этнопедагогикасы атлы іліми лаборатория шөлкемлестіріп, бұнда өз шәкіртлеріменен Қарақалпақ халқының этнопедагогикасының өзіне тән өзгешеліктеріне бағышланған ілім зерттеу жұмыстарын да алып барды. Алымның орта арнаулы педагогикалық оқу орынлары үшін бірінші рет Қарақалпақ балалар әдебиеті бағдарламасын жазып шықты. Алым өз ілімі тарау бойынша көплеген филолог һәм педагог алымлар менен достық байланыста һәм дөретушілік қарым қатынаста болды. Бүгінгі күнде нәфақат Қарақалпақстанда, бүтін Өзбекстанда Өсербайканы hamma taniydilar. O'sabay Aliyulov qo'lidan kelgan barcha imkoniyatlarni O'zbekiston kelajagi uchun safarbar etdilar. Oxirgi marta biz O'sabay aka bilan Chirchiq davlat pedagogika universitetida shogirdlari Nukus davlat universitetining prorektori Sardorbek himoyasida ko'rishganmiz. O'sha yerda o'z shogirdlarini mana shu darajada yetganligi bilan faxrlanib, el oldida xizmatlarini hech bir tasavvur qilib izohlab berishga imkoniyatlari bo'lmagan. Lekin biz shogirdlari doim u kishini e'zozlaymiz, hurmat bilan tilga olamiz. Va shundan keyin biz bir necha bor yana uchrashganmiz. Men Termiz davlat universitetida ilmiy kengashda seminar raisiman. U kishining shogirdlari bizga bir nechtalari kelgan, misol uchun Aynur, Bibi Sanam va boshqa shogirdlari kelganda ham biz bevosita O'sarbay Aliyulovning hurmatlarini joyiga qo'yib, u kishilarning qanchalik elga xizmat qilganlarini inobatga olib, qo'limizdan kelgancha qo'llab-quvvatlashga harakat qilganmiz. Bitta oddiy daryoning tomchisi men bo'ladigan bo'lsam, menga o'xshab o'nlab shogirdlar, yuzlab shogirdlarni O'zbekistonda, Qozog'istonda, qolaversa boshqa jumhuriyatlarda ham o'z o'rinlari bor.
Shunday ekan O'sarbay aka hech qachon bu dunyoni tark etgan emas biz uchun. U kishi bizning yodimizda, xotiramizda abadiy yashaydilar. O'sarbay Aliulov O'zbekiston hayotining 21-asri, 20-asrlarning eng ko'zga ko'ringan tarixiy olimi sifatida tarixda qoladi va biz uni hamisha eslab, yodlab, xotiralarimizda saqlaymiz. O'sarbayaga juda bag'ri keng odam edi. Unday xarakterdagi odamlar kamtarin, hech bir o'zini katta tutmas edi. Shunaqa bir yaxshi olim edi. Uni bilamiz, hatto Urxun Inesa yodnomalarida ta'lim masalalarga bag'ishlangan ham kitobi bor edi. Berdaq nomidagi universitetda ishlaganimda shu Urxun Inesa yozuvini o'qitar edim. Shunda foydalanganmiz. Darslarimizda O'sarbay agani materiallardan foydalanganmiz. U kishi bilan suhbatlashgan odam o'zini juda yaxshi his qiladi. Ayniqsa Xorazm universitetimiz uchun bizlar kadrlar tayyorlab berishda katta xizmatlar qilgan odam bu. Yana bir e'tiborli tomoni shuni aytib o'tish kerak. Men Ilm sarchashmalari ilmiy metodik jurnalining redaktoriman. Shu jurnalimizda necha yillab bizni redaktorligimiz asosi bo'ldi. Qoraqalpog'istonlik olimlarning maqolalariga tahriz berib turdi. Va sifatli tahrizlari bizlarga juda foydasi tegdi. Bizlar o'lan maqolalarni ko'p chop qilganmiz. Ilmiy pedagog kadrlar tayyorlashda mana Sardor Xo'janiyazga ham ustozlik qilgan. Shunday kadrlar yetishtirib chiqarganki, u odamni hamisha biz eslab yuramiz. Professor O'sarbay Aliulovning ilm tarauындағы жетіліскен байлықларының бірі оның шәкіртлері еді. Оның ilmiy boshchiligida 2 ilm doktori, 23 ilm kandidati жетілісіп шықты. Ұстазымыз педагогика ilmleri докторы, профессор, 21-асырдың белгілі ilmpazı O'sarbay ağa Aliulovты тек қана Қарақалпақстанда емес, Өзбекстанда ғана емес, бүткіл орайлық Азия таниды. Ұстазымыздың басшылығында шүлкемлестірілген этнопедагогика лабораториясында шәкіртлері менен біргелікте Қарақалпақ халық педагогикасының бір қанша тәлім-тәрбиялық мәселелері бойынша ұстазымыз жұмыслар алып барды. Ажнияз атындағы Нүкс мемлекеттік педагогикалық институтында ilmiy kengesh shulkemlashtiruvде басшылық етті. Ham өзі де бірнеше жыллар давамында педагогика тарихы hamde pedagogikaның басқа да мәселелеріне байланысты шәкіртлерменен ilmiy жұмыслар алып барып, осы ilmiy кеңесте бірнеше жыллар давамында қызмет етті. Ұстазымыздың ilm жолындағы үлкен жетістіктерін dünya жүзілік үлкен конференцияларда қатынасу арқылы, әсіресе Қазақстан Республикасының бірнеше жоғары оқу орындарында, Алматы қаласындағы, Астана қаласындағы, Шымкент қалаларында шүлкемлестірілген халықаралық симпозиумларға қатынасып, Қарақалпақ халық педагогикасының дәстүрлері бойынша баянатлар ислеуі, һәм осы жоғары оқу орындарында шәкіртлер таярлауы да бұл ilmдегі үлкен жетістіктері болып есептелінеді. Ұстазымыздың таза кітабы жарық көрді, һәм осы таза кітабына маған 4 қатар қосығыменен автограф жазып берген еді. Жақсылардың ішінде кейде жаман бар. Жету қиын барлығының шегіне, рухың түсіп қапа қылса адамлар, ilm ислеп өшіңді ал кегіне деген 4 қатар қосығы қазіргі уақытқа шекем біздерге ilmiy жұмысларымызда, басқа да жеке өмірде де әрқилы қиыншылықтармен күресуде ilmнің орны, ilmнің ахметі күшлі екенлігін ұғындырып тұрады. Ilmpaz Nizami атындағы Ташкент мемлекеттік педагогикалық университеті жанындағы педагогика теориясы һәм тәрбие ұсулары бойынша қанегелестірілген ilmiy кеңестің, Қары Ниязи атындағы Өзбекстан Республикасы Ilmler Академиясының Қарақалпақстан бөліміндегі Ватан тарихы бойынша қанегелестірілген ilmiy кеңестің ағзасы,
Сондай-ақ Әжінияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты жанындағы қанегелестірілген ілім докторы дәрежесін беруші ілми кеңестің басшылығы орынбасары сипатында да ілім іздестіру жұмыстарының, шақланып атырған диссертациялардың сапалы болуына өзінің үлесін қосып келді. Ustaz bilan men ilk bor 1995-yilda tanishganman. O'sha payt yosh tadqiqotchi bo'lib, pedagogika sohasida ilmiy ish boshlagan edim va mana shu mavzumga doir o'zbekistonlik olimlar, chet ellik olimlarning monografiyalari, dissertatsiyalari, ilmiy maqolalari bilan tanishish jarayonida, ularni tahlil qilish jarayonida ustozni становление и развитие педагогической мысли в Республике Qoraqalpog'iston degan o'sha doktorlik dissertatsiya avtorefati qo'limga tushganda va shu avtoreferat bilan tanishish jarayonida yangi, menga hali notanish bo'lgan boshqa tadqiqotlar bilan asosan mana shu Qoraqalpog'istonda xalq pedagogikasini shakllanishi, pedagogik tafakkur paydo bo'lishi va rivojlanish tarixiga oid judayam bir mazmundor yangi g'oyalarni o'zida singdirgan, o'sha payt milliy ongni shakllanish jarayonida mustaqillikni ilk davrlarda aynan shu yo'nalish bo'yicha shu mavzuga oid yangi yondashuvlar, yangi ma'lumotlar, shu tarixni qayta o'rganish, tiklash, pedagogik tafakkurni rivojlantirishga negiz bo'lgan shu o'tmish avlodlar, allomalarimizni, xalqimizni pedagogik tafakkuri, pedagogik tajribalari aynan ustozning asosiy ilmiy faoliyatini yo'nalishlaridan biri edilar. Va shu bora men ham o'z ishimda aynan shu manbalardan foydalanib, ustoz bilan keyinchalik bevosita tanishib, ulardan juda bir qimmatli maslahatlarni olganman. Ustoz shogird munosabatlarimiz o'rnatildi. 2022-yilda aynan Xorazm mutafakkirlarining pedagogik qarashlari bilan bog'liq mavzuda ilmiy ishimni davom qildirib, doktorlik dissertatsiya himoya qilganimda ustozning oldiga borib, ilk bor demak, mavzu bo'yicha maslahatni ulardan olganman. Usirboy Aliyov nafaqat Qoraqalpog'istonda yoki mamlakatimizda, balki butun Markaziy Osiyo mamlakatlarida, chet elda ham o'zini so'nggi yillarda bajargan ilmiy tadqiqotlari, ilmiy ishlar natijasida ularning natijalari mana shu demak nufuzli xorijiy ilmiy bazalarda, nashrlarda, katta nufuzli jurnallarda chop qilingan. Usirboy Aliyev ustozimizni shu yaratgan ilmiy maktabini davom qildirishga, bu an'analarni davom qildirishga harakat qilyapmiz. жылы Өсербай Алиевқа ілімдегі жетіскенліктері һәм тәлім-тәрбие істеріндегі табыстары үшін профессор ilmi атағы берілді. Ал 2008 жылы болса, халықаралық Antiquary World Ilmler Академиясының hürmetli академигі және осы академияның лауреаты болды. Профессордың ilmi қызметлері халықаралық көлемде тән алынды һәм педагогика тарихын зерттеу бойынша өзінің ilmi мектебіне ие болған орайлық Азиядағы белгілі алымлар қатарына кірді. Мен кандидаттық диссертациямды қорғап, Шымкентке оралған кезім болатын. Сонда ұстазым Шаруа Примат өзінің жаңадан ашылған университетіне қосымша қызмет жасауға шақырған болатын. Сол жерде Өсербай ағамыз да жұмыс істеп жатқан екен. Бәріміз бір кафедрада, үлкен әлеуметтік ғылымдар кафедрасын мен басқардым. Ол кісі де сол кафедрада жұмыс жасады. Сол кезден бастап біздің ғылыми байланысымыз басталды. Өсербай ағай ғалым ретінде, тұлға ретінде өте еңбекқор, ғылымға өте қызығушылығы жоғары, жаңа ақпараттарды білуге, ұстаздық еңбегінде жастарға сапалы білім беруге
тынбай жаңашылдыққа ұмтылуда сондай ерекшеліктерменен көпшіліктің ықыласына бөленген, сыйлы, аға ретінде, әріптес ретінде сенімге кірген сондай жақсы азаматтардың бірі болды. Докторлық диссертациямды жазып Алматыға қайта кеттім. Сол кездерде де ағай екі ортада Өзбекстан мен Қазақстанның арасында байланыс орнатып, сол оқу орнында жұмыс істеп жүрді. Кейіннен біздің шығармашылық қызметіміз тоқтаған емес, жалғасын тапты. Халықаралық деңгейде конференция ұйымдастырдық. Сол конференцияға ағайды қонақ ретінде шақырдық. Сонда ағай Шымкентке келді. Талай кітаптарымызды алмасып, бір-бірімізге кітаптар жіберіп, ол кісінің шығарған кітаптарын бізге естелікке жазып, ғылыми байланыста қолдануға жіберетін, біз өзіміздің шығарған кітаптарымызды ол кісіге жіберетініміз, осылай ғылыми байланыс бізде болды. Профессор Өсербай Алиевтің ілім саласындағы кадр таярлау ісіндегі қызметлері ел басшылары тарапынан бақаланды. Көп жыллық ілми жұмыстарындағы табыслары інабатқа алынып, 2 мәрте Қарақалпақстан Республикасы Жоғары Кеңесі Президиумының хүрмет жарлығын алуға миясар болды. 2001 жылы Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен ілім қайраткері атағы, 2018 жылы фидокорона қызметлері үшін ордені менен сыйлықланды. Дүния жүзіндегі ең ұлы жоғары оқу орнының бірі, Англиядағы Кембридж университеті жанындағы дүния алымларының биографиясын үйренуші халықаралық орайы тарапынан профессор Өсербай Алиевтің педагогика һәм әдебиет тарихын зерттеудегі қосқан үлеслері есапқа алынып, 21 әсірдің белгілі алымы атағы берілді. Һәм 21 әсірдің белгілі адамлары атамасындағы үлкен энциклопедияға өмір баяны менен іліми дөретушілігіндегі жетіскенліктері туралы мағлұматлары кіргізілді. Өсербай Алиев тек қана ілімде емес, ал шайыр сипатында да танылды. Шайырдың поэзиясы теңіздей тасып, дариядай ағымын күшейтті. Шайырға ең дәслеп анық қиял керек. Шайыр толғанысын иләһи қалем ғана билей алады. Оның Әмудария журналында һәм Әму гүллері қосықлар топламында, сондай-ақ республикалық газеталарда көп қана қосықлары жарық көрді. Шайыр өзінің поэзиясында тұрмыс хақиқатлығын, адамгершілікті, инсанның жәмиеттегі орнын философиялық ұғымлар менен баянлап берді. Жаратылыс және тіршілік хақында инсанға жаңаша ой тудыра алды. Өсербай Алиевтің дөретпелері поэзия ашықпазлары үшін эстетикалық зауық бағышлауы менен үлкен құндылыққа ие болды. Ол поэзиядағы философ сипатында қысқа қосықлары арқалы ешкімнің ядына келмеген дүниялық көлемде жаңа ойларды баянлады. Педагогикалық институттың Қарақалпақтың әдебиет факультетін біткеріп, әдебиетпен шұғылданған, сол студент уағынан жас шайыр атанған, қосықлары шыққан, ілімі экспедицияларда болған. Бірақ кейін уақытта педагогика тарауы бойынша ілімі жұмыс апаруына байланысты 1967 жылы Назыр Мансұр деген поэмасы Әмудария журналында шыққан. Басқада мен оқушы уағымда оның әрқилы әдеби топламдарда қосықларын оқығанмын. Демек ол шайырлық Өсербай ағаның өмірлік жолдасы десеген болады. Еш уақытта ол қосық жазған қойған емес, қанша іліммен шұғылданса да, кейін уақытларда жүдә белсенді істеп, қосық жүдәді бір нәрсені қолға алса, ол ілімде ме, қайсы жұмысты алса, соны ақырдан жетпегенше тынбайды ғой мен кешеді. Қарасаң, һәмме хауажететін нәрсе ешқандай бейхазар адамға еш дәлел бермейді ғой. Сөйлеген сөзі, мәдениеті, һәмме оны үлгі алып нәтижесінде. Қосықлардың топламдарындағы бәрі философиялық мәнісі, терең мәнісі, тұрмыстық, өмірдегі тәжірибелер, өмірдегі әр адамдардың өмірінде болатұғын әрқилы характерлер, ұлма дүнияны түсінудің өзі қиын нәрсе, философиялық пікірмен айтқанда. Демек, соны дұрыс түсінген адам ғана хақиқат адам болады. Баяғыдан бері жинап жүрген материалдарды жазып жатырман деп мен ойласып тұратұғын еді. Роман жазып жатырман, тап поэма емес, роман дәрежесіне әкелдім, ерін залы көзі жазып шығарды. Қосықлардан сондай дүргін қосықлар жазды. 70 жыл юбилейінде, оның юбилейін ала бір қосық шығарып едім, соны оқып жіберейін. Жұртта жоқ елтірі тонның жағасы, хаслы тегі пәк ұлама сағасы, зәбердес алымдыр жұрттан ерекше, ілімде жоқ айтсам оның бағасы,
толы данышпалық ақыл шанашы, пәкілік нұрына толы кеуіл қанасы, шәкіртлерге бәрі қамқорлық еткен барлық педагоглардың ұстаз ағасы, педагогикада алып тұлғасаң, қысы жаз су сарқылмас жылғасаң, Алла сізді құр алақан еткен жоқ, шайыр болып кетесең басты былғасаң. Өсербай Алиевтің көркем әдебиет үйретушілігі де өз жетіскенліктеріне ие. Шайырдың 2017 жылы баспадан шыққан Мазлумхан Сұлу атлы поэма һәм қосылар топламы, сондай-ақ 2018 жылы шыққан Пікір дүниям атлы қосылар жинағы да өз оқушылары тарапынан жақсы күтіп алынды. Үшінші қосылар топламы Сезімлерім кітабында шайыр ешкімге ұқсамайтұғын, өзіне тән поэзия жолына ие екенлігін көрсете білгенлігі менен көзге тасланды. Шайыр Қарақалпақ поэзиясын еркін пікірге ие ойшылдық менен байытып, лирикалық қосық жазу қағидасын әмелде көрсете алды. Шайыр Сезімлерім кітабы үшін жазушы һәм шайырлардың көркем шығармалары бойынша Өзбекстан көлемінде өткерілген ең ұлы, ең әзиз атамасындағы таңлауда екінші орынды иелеуге мияссар болды. Бұл инсан тарапынан жаратылған педагогикалық тәлім-тәрбие ilmiy жұмыслары көптеген монографиялар, оқу қолданбалар, оқыту ұсынулары орта арнаулы һәм жоғары оқу орындарында жастарға білім һәм тәрбие беруде кең қолданылып келді. Өсербай Алиевті танымның оның жұмысларынан, оның шайырлығынан хабардар болуының себебі, оның зайыбы Зинахан Құтымұратованмен бірге бірінші салы медициналық училищесінде жұмыс істедік. Зинахан да жүде сауатлы, ітібарлы, талапшаң, өз ісіне пұхта, тәжірибеге мол ұстаз болды. Табысқа еріскен ер азаматтың артында хаял тұрады деген hikmetli сөз бар. Солай екен Өсербай Алиевтің ілімдегі, жәмиеттегі, дөретушіліктегі табысларында әлбетте зайыбының қоллап қуатлауларының орны бар деп ойлаймын. Сезгенлерім толып кетті, шатасты. Ішке салсам, тұйғыларым жанды жер, ақырында қосық болып жалғасты. Жүрегімді қинап жүрген сезімлер. Кімлігіңді аңлатып, минетіңді өлшеген өмір. Осы өмірде Өсербай Алиев көп қиял сүріп, тынымсыз жуырып, қаншасын біткеруге ерісті. Ілімнің түйінін шешіп, Қарақалпақстан педагогикасына тәкрарланбас жол салды. Поэзияға илхам беріп, өз дәуіріне философ ойшыл сыпатында танылды. Ілім иесі мақтанышқа толы бақыт қорғанын жаратып, зайыбы Зинахан Құтлымұратоваменен 3 қызды тәрбиялап өсіріп, камалға келтірді. Қызлары Гүлстан, Гүлжахан һәм Раушанайлар юридикалық қанегерліктерді иелеп, әзір құқық тарауында қызмет істемекте. Балалық уақытларымды еслеп көрсем, әзір әкем бар қолы тек жұмыспен бәнд болған екен. Әрқилы жағдайлар болады тұрмыста, кейде кеуілі түседі, біреулер зейіне тиеді жұмыста, әрқилы машқалар болады. Сондай уақытта шаршап келсе де, ешбір біздерге кеуілімізге тимейтін еді. Шаршағанын сол жазудан алатығын еді. Тым басқа тек жаза береді, жұмыспен бәнд болатын еді. 1994-95 жыллары докторлық диссертациясын қорғау керек болды сол уақытлары. Енді ауыр дәуірлер еді ол уақытлары. Біз кішкентай болсаған еслей аңламыз. Қарақалпақстанда тәлім-тәрбиялық ойларын қалыптасу һәм рауажлану атамасында кітап шығарған еді әкем. Сол ханада отырып, түніменен сигнальный вариантты корректировкалап отыратын еді. Үлкен минеттің нәтижесінде 1995 жыл апрель айында әкем
докторлық диссертациясын жақлап шықты. Ilmi жолы, өмірлік жолы менен мақтаныш етемін. Себебі әкем тек қана іліммен шұғылданып қалмастан, ол шайырлықпенен қызығып, күн кешкенше қосылар топламы жарияланды, баспадан шықты. Әкемнің ілми минетлері, қосылар топламалары қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы, Россия Федерациясына жайласқан орайлы кітапханаларында орын алды. Бізде перзентлер тарапынан ілми минетлер тапсырылып, қазіргі уақытта ол жақлардан біздерге мінедаршылық хаттар келіп түспекте. Кембридж университетінен 21 ғасырдың ең атақты инсанлары сипатында таналып, оған атақты сертификатам тапсырылды. Бұл еріскен жетіскендіктері, берілген атақлары әкемнің қаншелі дәрежеде ілімге мехір қойғанлығынан дәлел береді деп ойлаймын. Дүния жақсыны екі өмір менен сыйлайды. Өсербай Алиевтің өмір каруаны ілімге, бақыт гүзары нұрға толы болды. Өсербай Алиевтің ілімдегі үлесі, поэзиядағы сөзі салмақлы болды.